Криптовалюта, биткоин, блокчейн дегенне. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Менің каналыма жаздыңыз, лайк қойыңыз. Америкада доллар, Европадағы евро, Қытайда юань, Қазақстанда теңге болса, енді интернеттің өз электрондық валютасы пайда болды. Бұл криптовалюта деп аталады. Жалпы өмірде біз қай жерде жүрсек, сол жердің валютасын қолдануымыз керек. Ал интернет қолданушылары үшін жаңа валюта ойлап табылды. Бұны қолға ұстай алмайсыз. Яғни банк карталарындағы ақшаңыз секілді. Барлық операцияларды виртуалды түрде жасайсыз. Ақша шығарған мемлекетке қатысты 100 деген түрге бөлінсе, доллар, теңге, сом, рубль, криптовалютада шығарған адамға байланысты мыңдаған түрге бөлінеді. Биткоин, лайткоин. Қазіргі таңда 10-нан астам ірі криптовалюталар бар. Соның ішіндегі ең танымал электронды ақша биткоин. Бір биткоин шамамен 14 миллион теңге. Курстың өсуі тек сұраныс пен ұсынысқа байланысты. Сол себепті әрқашан өзгеріп отырады. Желінің әрбір мүшесі криптовалютамен делдалсыз тез операциялар жүргізе алады. Яғни, сатып алушы сатушыға біз білетін интернет банкинг секілді ақшаны тікілей жібереді. Мәмілерді тіркеу, тұлғаның жеке басын растау және келісім шарттарды жасау, ақша жіберу операциялары арнайы математикалық технологиямен жасалады. Бұл блокчейн деп аталады. Банкке барып не болмаса киви, әмиянға ақша салып жүрудің қажеті жоқ. Тек биткоиндарды жіберсеңіз болған. Биткоинмен интернеттегі тауарлар мен қызметтерді анонимді түрде сатып алуға болады. Сонымен қатар, халықаралық төлемдер жылдам әрі оңай іске асырылады. Банкке салынған ақша секілді пайдаланасыз. Көптеген елдерде жұрт биткоинға ұшақ билеттер мен гаджеттер сатып алады. Коммуналдық төлемдер мен паптағы сусынның ақысын сонымен төлейді. Биткоин криптовалютасы қолма-қол ақша тәрізді жұмыс істейді. Тек интернет желісінде электронды ақша ретінде. Банктерге не басқа да ұйымдарға комиссия төлеудің қажеті жоқ. Мемлекеттердің криптовалютаға деген көзқарасы әртүрлі. Мысалы, Австралия, Германия, Нидерланды, Жаңа Зеландия, Сингапур және ақш-тың кейбір штаттары биткоины ашық насихаттаса, Индонезия, Қытай, Ресей, Украина мемлекеттері шектеулері қойған. Ал Еуропалық одақ электронды валютаға кеңшілік берді. Аталған электронды ақшалардың кемшіліктері де бар. Олар: ешқандай кепілдік берілмейді. Криптовалюта есеп шоты бар, әрбір адам өз есеп шотындағы ақша үшін өзі жауап береді. Криптовалютаның бағамы тұрақсыз, әрдайым қазіргі сұранысқа байланысты өзгеріп отырады. Тыйым салу қатері бар. Мемлекеттік құрылымдар криптовалютаға сенімсіздікпен қарайды. Бір қатар елдер криптовалютаға шектеу қойып, онымен сауда жасауға заң арқылы тыйым салған. Жоғалтып алу қаупі бар. Электронды ақша кілт сөз арқылы қол жеткізіледі. Егер кілт сөзді жоғалтып алсаңыз, ақшаңызға қол жеткізе алмайсыз. Қазақстанда тауар сатып алу үшін криптовалюта қолдануға тікелей тыйым жоқ. Алайда, Қазақстан заңдарында криптовалюта түсінігі жоқ және ол заңды төлем құралы ретінде анықталмаған. Сондықтан, қандай да бір мүлік ретінде анықтаулары мүмкін. Заңды төлем құралы болу үшін криптовалюта Қазақстан Республикасы заңнамасында жазылу керек. Қазақстандардың өз арасында валюта операцияларын жүргізу ережелерін бұзғаны үшін
әкімшілік жауапкершілікте туындайтынын ескеру керек. Оның үстіне Қазақстан Республикасы ұлттық банкі қаржы ұйымдарына биткоинмен есептесуге тыйым салды. Десек те, желіде есеп жүргізетін интернет дүкендер мен өзге де ұйымдар төлемді биткоинмен немесе басқа криптовалютамен қабылдаса, сайттарында соған сәйкес таңба иледі. Соған қарап, олар виртуал ақшаңызды қабылдамайтынын түсіне аласыз. Қай жерде табыс болса, сол жерде өкінішке орай алаяқтық қоса жүретіні белгілі. Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің мемлекеттік кірістер комитеті хабарлағандай, Астанадағы OneCoin псевдокриптовалюталық пирамидаға 2 жылдың ішінде салымшылардан 2 миллиард теңге құйылған екен. Тергеушілер анықталғандай, Қазақстанда бірнеше адам шетелдік OneCoin компаниясының атынан әрекет етіп, осы аттас криптовалюта сатамыз деп азаматтарды алдаған. Осыған орай, мұндай алаяқтарға алданып қалмайын десеңіз, криптовалюта жөнінде толық ақпараттар алып, ойланып қадам басқаныңыз жөн. Егер осы видео сізге ұнаса, пайдалы болса, лайк қойыңыз, менің каналыма жазылыңыз. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды.